Жылдам хабарнама қор биржасына қызығатындар үшін жақсы жаңалық. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалауды және де бір ғана лайк тимесін басуды ұмытпаңыздар. Қазақстан қор биржасы 15.30 шамасы бойыншағы доллардың орташа өлшемдегі бағамы 462,58 теңгені құрап, тағы 0,39 теңгеге көтерілетінін мәлімдеді, деді ел.кз ақпарат агенттігі. Ресей рублінің орташа өлшелгендегі бағамы 6,179 теңге, яғни 0,60 төмендейді. Қытай юаны орташа өлшенгенде бағамы көтеріліп 68,139 теңгеге құрайды. Еуро бойынша сауда-саттық орталықтарында өткізілетін жоқ. Ұлттық банктің еуро бағамын 496,45 теңгеге белгіледі. Айырбастау пункттерінде доллар 463,5-467 теңгеден, еуро 495,500 теңгеге дейін. Ресей рублі 6,5-6,8 теңгеден сатып алынып сатылады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар.